Шұбар мысық пен бәліш. Баяғыда бір кішкентай шұбар мысық болыпты. Ол тым жалқау еді. Анасы бетін жуатын, киім кигізетін, тамақ беретін. Бір күні анасы оған: "Сен енді өстің, өзіне керек істерді үйренетін кез келді", деді. Бірақ шұбар мысық: "Мен бөпемін, істей алмаймын", дейді. Бір күні анасы сыртқа шығып кетіп, тек ертең оралатын болды. Шұбар мысық үйде жалғыз қалды. Ол не істей алады? Қолынан ештеңе келмейді. Сонда анасы ойланып қалды. Және оған күшті ой келді. Ол баласына үлкен бәліш пісіріп, мойнына іліп қойды. Бәліш жеу үшін тек төмен қарау керек. Анасы кетті. Баласы керіліп, бір есінеп алды да, қорылдап, ұйықтап қалды. Тышқан тамақ іздеп айналаға қарап еді, кенет қорылдаған дауыс естіді. Басын көтеріп қараса, мысық ұйықтап жатыр. Қорқып, қашып кетпекші болған еді, бірақ бәліштің иісін сезгенде: "Неткен иіс", деді ол. Тышқанның бәліш жегісі келді. Ол мысыққа жайлап жақындай бастады. Мысық қайта есінеп, көзін сәл ашты. Бір нәрсе оған келе жатқанын көрді. Құлағы кішкентай, құйрығы ұзын, тістері өткір, күміс түсті бір тіршілік иесі. "Сен кімсің?" деді мысық. Тышқан сәл қорықты, бірақ артынан ойланды. "Басқа мысықтар бізді ұстайды, бұл болса ұйықтап жатыр. Мені танымайды. Жалқау әрі аңғал мысық. Қазір алдаймын. Мен сенің жақсы досыңмын. Тышқандарды бірге ұстайық деп келдім." Кішкентай шұбар мысық аунап түсіп: "Мен қазір ұйықтаймын, істегім келмейді", деді де қайта ұйықтап кетті. Тышқан аң-таң болып қуанды. Мысықтың мойнындағы бәлішті жей бастады. Жеп болған соң аң сала бастады. "Жолым болды бүгін, жалқау мысық үлкен сый. Жеп қойдым бәлішін, бүгін қандай бақытты күн." Мысық ұйықтап жата берді. Ақыры оянғанда қатты аш болды. Басын еңкейтіп бәліш жегісі келді. Бірақ бәліш жоқ. Бәліштің жоғалғанын білді. Қарны ашқан сонша айғайлап жіберді. Сол сәтте анасы келіп, оның жылап отырғанын көріп: "Балам-ау, не болды?" деп сұрады. "Қарным ашты." "Үлкен бәліш едің ғой, қалай аш боласың?" деді анасы. "Мен оны жеген жоқпын, бәліш жоқ." "Онда бұл жерге кім келді?" деді анасы. Баласы ойланып тұрып: "Бір кішкентай аң келді. Тістері өткір, құлағы кішкентай, күміс түсті, ұзын құйрықты бар. Мен сенің досыңмын", деді. "Ай, ақымақ мысығым-ай", деді анасы. "Ол тышқан. Сенің бәлішіңді сол жеп кетті. Сен әлі де ештеңе үйренбепсің. Енді тырысып үйренуің керек." Сол күннен бастап шұбар мысық жалқау болмады. Ол анасымен бірге тышқан аулауды үйреніп, ақыры бәлішін ұрлаған тышқанды ұстап алды.